Менің есімім Ернұр, жасым 26-да. Қазір менің отбасылық жағдайым үйде үлкен, ең үлкенімін. Біздің отбасыда 4 баламыз, ең үлкені мен, одан кейін 3 қарындасым бар, және де ата-анам. Мен осы компанияға кірген кезде ең алғашқы жалақым 73 мың теңге болған, одан кейін 93 мың теңге, одан кейін 3-ші айда есімде жоқ, 4-ші айда 1,90 мың, 5-ші айда 1,7 мың теңгеге шейін айлық алған кезім болды. Қазіргі таңда енді айлығым қазір басқа должностьта отырған себепті, қазір мен окладта отырмын, 800 мың теңге. Қазір менің должностьым руководитель отдел продаж роб, сату бөлімінің бастығы. Енді мен бұған дейін основной өзімнің жеке мамандығыма байланысты орта білімім фельдшер болғандықтан мен скорыйда 5 жыл жұмыс жасадым. Скорыйда 5 жыл жұмыс жасадым, кәдімгі государственный скорыйда, одан кейін барып частный скорыйда жұмыс жасадым, және де ол ақшалар жеткіліксіз болды маған. Мен өзімнің негізгі түпкі мақсатым болатын, айына 1 миллион теңге табам деп. Соны қуалап, мен көптеген жұмыстарды істеп көрдім. Мысалы, айта кететін болсақ, наркологияда медбрат болып жұмыс жасадым, одан кейін Яндекста курьер болып жұмыс жасадым, яғни мопедпен жаңағы доставка істеген кездерім болды, одан кейін таксовать еткен кездерім болды. Және де частный жаңағы Каспийде шақыртулар бойынша укол система салған кездерімде болды. Қазіргі уақытта енді менің желтоқсан айына дейінгі жоспарым, негізі мен осы қараша айында үйленсем деген мақсат жоспар құрып отырмын. Сол уақытқа дейін, яғни өзімнің тойымды өзім көтерсем, ол тойға шамамен 7 миллион теңге кетеді, енді өзің білесің ғой. Сол себепті қазір мен мақсатым желтоқсан, яғни қараша айына дейін 7 миллион теңге жинап, өзімнің тойымды өзім өткізу. Жалпы енді 10 жылдан кейінгі менің өзімді қалай көрем? Яғни мен өзімді жақсы үлгі тұтатын, қазіргі таңда өзің білесің ғой, ажырасу, отбасылық жағдайда көп жастардың арасында ажырасу деген көп. Сол себепті мен жаңағы жалпы былай ортамда да ажырасып жатқан балалар бар. Соларға үлгі, және де өзімнен де кішкентай жаңағы жастарға үлгі болатындай бақытты отбасы құрғым келеді. Ең бастысы қазір отбасы ғой негізі жалпы келетін нәрсе. Сол себепті өзім бақытты отбасы құрғым келеді, одан кейін жеке өзім кәсіпкер болғым келеді. Яғни осы жұмысқа келуім себебі де сол, негізгі жеке өзім дамушы ортаға түскім келген, дәл сол ортаға түстім. Қазір өзімді жан-жақты дамытып жатырмын. Және де менде өзімде мақсат болған, жеке бір өзімнің кәсібімді ашамын деген. Қазір енді уақытша осы жерде жақсы көтеріліп келе жатырмын, одан кейін жақсы должностьта отырғандықтан мен болашағымды әзірге осы жақтан көріп отырмын. Яғни жалпы негізгі жоспарым кәсіпкер болу, бірақ та әлі ары қаратай қандай кәсіп екенін таңдамадым. Өйткені қазіргі таңда мен осы жақта өсіп дамып жатқандықтан жалпы ары қаратай өзімді осы компаниядан көремін.